Сәлем арна көрермендері. Бүгінгі шығарылым Тим Талер немесе күлкісін байлыққа айырбастаған бала жайлы. Фильм басы бір топ балаларды суретке түсіріп тұрған фотографпен басталады. Осы тұста Тим Талер фотографқа әсілдеп қалжың ұстайды. Бір уақытта мектеп директоры келеді. Оның мұрты өте күлкіледі. Тим Талер шыдамастан күліп жібереді. Бүкіл класс оған қосылады. Фотограф ашуланып оған тыныштыруын сұрады. Тимнің туыстарынан тек қана әкесі қалды. Ол қарапайым құрылысшы болатын. Сонымен бірге оның дос қызы Ида бар. Ол екеуі бірге комедия киноларына тұрақты барып тұратын. Ида денсаулығында біраз кінәрат болды. Тим оған көңіл күйін көтеруге әрдайым көмектесетін. Оның әкесі аз қаржат табатын, сол бар тапқанына баласын қуантуға жарататын. Бәйге жарысы, әкесі мен баласы кезекті бәстерін тігуде. Алайда осы жолы қолдары шықпады. Үйге қайтар жолда Грант қонақ үйін көреді. Әкесі өзін бұрын осы жерде бас аспаз болғанын айтады, және ол ерте ме, кеш пе осы бір қымбат жерден тамақтанатынын айтты. Әкесі үйленеді. Отбасына өгей шешесі мен өгей бауыры Эрвин қосылады. Өгей бауыры Тимді әрдайым ренжітетін. Осылайша оның анасы сыйлаған сыйлығын да сындырған болатын. Дегенмен өгей шешесі қашанда өз баласы Эрвинге жақтасатын. Ида көзін неге көгерді дегенде Тим мен шкафқа ұрып алдым дей салатын. Тим кинотеатрда кезекті комедиясын көруде, күлуде, өмірге бақытты. Келесі күні бәйге күні, және де әкесі мен баласының ұтыс күні. Тим қайтарда бір түрлі ер адаммен қақтығысып қалады. Әкесі оған өз жолымен жүруін сұрайды. Әкесі келесі күні өмірден озады. Тим әкесінің жаназасында болады. Мейіт басында бірде-бір гүл шоғын көрмеді. Көрші мейіттен алғысы келбеді. Өгей анасы айқай салады. Одан кейін Тим жылап, мейіт басынан өздерінің күнде барып жүрген жеріне кетіп қалады. Осы жерден ол тыйын көріп ала бастағанда, манағы бір түрлі ер адам кездеседі. Ол өзін әкесінің досымын деп таныстырады, және бәйгеге бәс тігуін сұрайды. Тіпті ақшасын да береді. Тим ересек адам ойын қостап бір жылғыға бәс қояды. Ғажайып орын алғандай, оның бәсі дұрыс шығады. Ал ұтыстың бәрін ересек адам Тимге бере салады. Бірақ белгісіз екі адам оның ақшасын алдап бәрін алып алады. Осынан кейін оған тыйын ұстатады. Бірақ бір ғана шартпен, ертең күндізгі 3-те кездесуін талап етеді. Шарттасқан күні шешесі Тимге тәтті тоқаш әкелуін сұрайды. Наубайханаға барған бала қарыздары шаш етектен болғанын біледі. Сюжет бізді келісім болған жерге апарады. Тим көз ілініп кетеді. Бәйгеден ұтқан ақшасын ұрлап алған жұп баланың соңғы тиынын ұрлайды. Оянғанда ол баронды көреді, және онымен өте маңызды келісім шартқа отырады. Барон оған бүкіл бәстен ұтатынын айтады. Есесіне бала оған күлкісін беру керек. Тим келісті. Қағазына қолда қойып берді. Осы уақытта оның күлкісі сып тиіліп қалады. Барон көзілдірік шешкен кезде адам еместігі бірден байқалады. Бала күлкісі ересекке өтеді. Тим күні бойы неге көңілсіз жүрген өзі түсінбейді. Ал барон бір ғимаратта емін-еркін күліп жүреді. Манағы екі ұры жұппен сөйлесіп, оларды тышқан кейпіне айналдырады да Тимнің ізіне салады. Кинотеатрдан шыққан Ида Тимнен ақша қайдан алғанын сұрайды. Ол сенатор бергені айтады. Бұны Ида шешесіне айтады. Екі ортада әңгімені бір әйел естіп қалып, көшеге өсек қылып таратады. Әңгіме шындығы сығылып, Тимнің өгей анасына сенаторды ұрып ақшасын ұрлаған Тим екені мәлім болады. Осылайша үйде айқай тағы да басталады. Одан кейін Ида анасы келіп, ешқандай сенатор зардап шекпегенін айтады. Ал Тим осы әңгіме басталуына құрбысы кінәлі екенін түсінді. Екінші күні Тим бүкіл бәстен ұтады. Ида досына сыйлық ретінде торт сыйлайды. Оны Эрвинмен бірге асап-асап алады. Бір уақытта өгей анасы Тимнің жолы болғыштығын сынап, бәйгеге бар жиған ақшасын тіге салады. Бірақ та олардың аты соңғы келеді. Тимді кінәлай бастағанда төреші басқа аттарды ойыннан шеттетіп, Тимнің атын бірінші орынға қояды, және жүлдені алып кетеді. Тим қонақ үй жанында өте бергенде, бір ер адам оны ішке шақырады. Оның бәсі туралы сұрайды. Сол бойда мен сенімен бірге жұмысқа тұрамын деп бәстеседі. Келесі күні оны қонақ күтіп алып шығып жұмысқа алады, міндеттерімен таныстырады, және клиент көзінше күліп жүруін сұрайды. Ал мен ондай бір көңілді бала емеспін деп жауап қайтарады. Қасындағы кашемир
онда сыпайы болсаң сол да жетеді дейді. Осы уақытта Тим қоштасу хатын жазып қалдырады. Идамен жолығып, ишарамен қоштасады, жұмысқа орналасады. Ида баронмен жолығады. Тиммен ойнағысы келетін, бұған аяғы кедергі екенін айтады. Ал барон мен саған көмектесе аламын деп өз мүмкіндігін көрсетеді. Осы уақытта Тим мүсіншімен бәс қояды. Мүсіндерінің бірі әкесінің мәйітінде тұратынын айтады, және ол солай болады. Одан соң баронды көріп қалармын деп жылқы бәйгесіне барса, оны үлкен бәстерді ұтқан үшін қатыстырмай тастаған. Ол жұмысына қайтады. Осы кезде қыздарын шпион тышқан ұстап алғанын байқаймыз. Тим олармен өзім айналсамын деп сыртқа шығып босатып жібереді. Тышқандар Тимге келісім шарт қағазын дұрыстап оқы деп жоғалып кетеді де баронға бар көргенін айтып береді. Ал келісім шартта ол бәстен ұтылса, күлкісі орнына қайтатыны жазылған. Кашемир бала екеуі арасында бәс болады. Бәсте барон келесі күні қонақ үйде болатын. Бәс орындалады. Бала бароннан күлкісін қайтаруын сұрайды. Өзін келістін деп салқын жауап салады. Алайда барон көздері Тимге өте таныс көрінді. Бір уақытта тортқа сұраныс артып, Тимді наубайханаға жібереді. Онда Иданың анасы Иданың аяққа нық тұрып жүргенін айтады. Сөйтсе барон аяқ орнына көзді айырбастаған. Бұлай болады. Иданың көзі қайтып орнына келеді дейді де көзін қайтарады. Осының бәрін мүмкіншілігін Кашемирге айтады. Кашемирмен тағы бір бәс болады. Бастығы маған ашық болады деп бәс болады. Ол орындалып, оған тіпті ұнамайды, сондықтан қайтарып тастайды. Енді Кашемир мен Тимнің мақсаты біргеді, күлкіні қайтару. Осыдан кейінгі бәс Тимді әлемдегі ең бай адам қылады. Ол бұлайша орын алады. Губернатор қайтыс болады, ал заңды мұрагері Тим болып шығады. Ал оған қамқоршы туысы сол баяғы барон. Баланың күлкісін қайтарады, бірақ уақытша ғана. Пресс қызметкерлері кеткенше. Барон өзінің жоспарын айтады, қалай адамзатты адастырып жатқанын. Және ол келісім шарт бойынша әр бәс болған сайын Тим өзінің жанының белгілі бір бөлшегі азаятынын ескертеді. Осы уақытта өгей анасы мен бауыры ақшадан үміттеніп Тимге қонаққа келеді. Ол бәс арқылы оларды қуып шығады. Айтқандай, жанының бөлшегі барон алдап алып жатыр. Екі барон қызметкері жұмыс барысында ер адам әйелге әкесін барон өлтіргенін хабарлайды. Тим жайлы естіген Ида Тиммен жолығып сөйлеседі. Алайда ешқандай ашылып әңгіме болмайды. Одан соң Ида көшеде ілінген қағазды Тимді көріп Кашемирге апарады. Ол оған барлық болған жайтты айтып береді. Бәсі туралы, күлкісі туралы. Күндізгі уақыт турнирге барон мен Тим бірге келеді. Баланы алдап, екі шпион болған барон қызметкері алшақтап Ида мен Кашемир бар жерге апарады. Және Ида Тимге сенің күлкің қайтып келмейді деп бәс айтуын сұрайды. Тим болса, маған күлкі керек емес деп бетін қайтарады. Барон өзінің жоспары бұзылатынын іштей сезеді. Тимді іздейді. Ида балаға өзінің бірге болғандағы әзілін айтып бәске көндіреді. Бәс орын алып, Тим өз күлкісін қайтарады. Алаңсыз, рахаттанып тұрып күледі. Сыртқа шықса әлсіреген барон қызметкерлерін қайтадан тышқанға айналдырып тастаған. Саспаған Тим тышқандарға бас көз болатынын айтады. Көңілді, бақытты, өмірге риза бала оқиғасы осылай аяқталады. Арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қолдау білдіріңіздер достар. Сау саламатта болыңыздар.